қазақ поэзиясының алыбы, ғасыр ақыны, жыр алыбы атанған 100 жасаған Бәйтерек Жамбыл Жабаевтың биыл 175 жылдығына орай ұйымдастырылған эстафетаны Жібек жолы ауылдық округінде орналасқан Қазақ орта мектебінен қабыл алдық. Біз жаңа Қазақ орта мектебінің 6-шы сынып оқушылары биыл Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай өткізіліп жатқан эстафетаны Жұбаныш Бәрібаев мектебіне жолдаймыз. Жамбыл Жабаев Алатау. Тізілген таулары бар Жетісудың, ішінде орман тоғай біткен нудың, дариядай аққан сол бір таулардың көресің тамашасын аққан судың, есепсіз тау суреті көз жетпейтін, жырлауға қазынасы көп тіл жетпейтін, өрік алма алмұрт жиде жемістері көп, бір татсаң аузынан дәм кетпейтін, қарлы тау басы биік мұнар кетпес, сырласып бұлттар менен болған кетпес, түрлі аңдар мекен етіп өніп өсіп жүреді бір-бірімен болып тілектес, арыстан, аю, қасқыр, түлкі, борсық, сілеусін жолбарыстар түнде жорытып, тулаған аққан бұлақ тасқынында асаудай ойна салар балық шолпып. Жамбыл Жабаев жастар алдындағы сөз. Анықжан, қаламыңды қолың алшы, дауысыңды құйқылжытып әнге салшы. Емеспен көптен озған кәрі тарлан, кеудеңде қалған жоқ па бір тамшы деп Наушабайдың Нұржаны өзіне айтқандай. Жамбыл, кезің келді сөзін бастар. Барынша құлаш созып аяқ тастар. Алдымда жаңа өмірдің өркендері өрмелеп келіп тұр ғой сөзін қостар. Айтқызбай саған тіпті ерін қоймас, еңбекпен еркін өскен мына жастар. Еріксіз думанға да түсіп ем ғой, жастарға тәбәрігің барма